ben sana ya! Tokta dedim sana ne? Bizi küret oraya gel! Tokta! Alda bizi küret oraya gel! Tokta! Aslı getir peşi hoşçu bulmaz! Bak bak! Bu iş yukarılarda tabii yayma. Motorlar dönüşümde. Bakın! Давай. Kasım kumartası motoruna saklayın! Hayda! Достойте! Allah aldık bitir! Застеси крымские! Пописник! Бас, залазь! Малика, бәрібір қуып жете алмаймыз. Kim bu? Sen verdik. Samet. Азат Алиев осында тұра ма? Жоқ. Танымаймын ондай адамды. Сен кімсің? Мен Нұрбол. Кезінде осы үйде тұрғанбыз. Бұнда ондай адам тұрмайды. Жасик, сен что, мен перед фактом қойып тұрсың ба? Жарайды, келе.
братан, қолым жүріп үлгерген жоқ маған. Мен Наис. Анша айтам, қасыма жуынбай келуші болмаң деді. Ол жекен территориясына кірдіңдер мені. Мен саған ескерттім ба? Алда біздің территорияда емес. Не істейсің? Кіші көтіңде болмаса сол жерден айтшы не болғанын. Не, мында кеш? Бері келін. Жай сөйлен. Че там, малой? Құтырып кетті олар, братан бір нәрсе істеу керек болды маған. Да? Оқ атып па? Енді не істеуім керек еді, братан, айтшы маған. Қалған жерінде балық аулап жүр тұрғанымыз кесіп мына. Болмайды олайны. Отырсам. Мынау енді кетер болды, братан. Не, болмаса сол жерде. Басыңа оқ тиді. Миым шаш қан жұтып өліп жатқан көрінген кезде. Сен менің туған бауырымдайсың. Ача бағаң шыққанша. Көтіңді қысып, басыңнан ойланып үйренші. Так. Екінші қайық қайда? Мен төр ұстап кетті, братан. Қалдып кетуге тура келді. Айтсаңдаршы, бір нәрсе болыңдар ғой. Қайда? Ташап кетуге тура келді. Кім болып за главный? Қалай білесің? Ол жекен адамдар кездесуге жай шақыры ма? Жоқ. Вот именно. Жеке. Дайындалдыр. Что встали? Работай! Келесі жиналысында результат көретін болайық. Алды. Жас. Кешіріңіздер, кешігіп қалдым, рейд созылып кетті. Малика, жиналыс бітті. Көп уақыттарыңызды алмайын, бір-ақ минут. Менде ұсыныс бар. Бүгін браконьерлер тағы қашып кетті. Проблема сол қалпы, ешқайсы шешілген жоқ. Техника жоқ. Катерлеріміз ескі. Жаңа моторлар керек. Егер рұқсат етсеңіздер, конфискованный моторлар пайдалансақ. Бұл әңгімені 10 рет айттың ғой. Бюджетте ақша жоқ. Бар нәрсемен жұмыс жасай береміз. Марат аға, онда біз рейдке не үшін шығамыз? Браконьерлерде 3 мотор, бізде бірақ катер, оның өзі ескі. Сезон басталды. Егер қазір қолға алмасақ, олар көбейіп кетеді. Мен сенімен толықтай келісем. Бірақ дәл қазір нақты қадам жасауға құзыретіміз шектеуде. Сен былай істе. Бәрін қағазға түсір. Не керек, не жетіспейді. Ал жоғары жақпай мен өзім сөйлесіп көремін. Рахмет, Ренат Жалғасович. Қашаннан бері біздің территорияға мылтық беретін болғасың, а? Тып-тыныш жатқан бүркітті көтінен шығып бүркітті дегенді білесіңдер ма? А чё сен, жігіттерім? Менің территорияма кіріп, сеткаларым кесіп жүр? Доказательством бар ма? Доказательством болса, мен сендермен бүйтіп мұжыңдап отырмасың. Мынаны қараш. Ей, сен өзіңді кіммін деп жүрсің? Ол жер менің жерім. Бала аулағың келсе, төле. В смысле ол жер сенікі, ол жеке? Бұрын ол жер общага еді ғой.
Иә? Ол кезде теңізде таз еді. Ал қазір ереже басқа. Ал маған ереже ұнамаса ше. Қайрат, сен тәртіпті білесің ғой. Бәріміз бір қазанда қайнаймыз, либо отқа күйесің. Талпадан жинап алып, менің жаңыз өзім шақырып. Сен че мен қорқытам деп ойлайсың ба, Сапар? Жай. Кеңес қой. Ендеше мені тыңда. Ендігі ары. Менің жерімнен торларыңды көретін болсам, басыңды шуламанас. Ассалаумалейкум. Алейкум. Шаруашылық қай жақта? Жолдың ар жағында сары здание бар. Сауыш. Байқашышы, қасысың ба? Байқамай қалдым. Байқамайды соғырсың ба не? Құттай бассайшы, не болды сонша? Зәт анас. Қазын қуып тұрсың сен маған, а? Нұрбол? Крупа. Қалайсың, родной? Жақсы. Қашан шықтың сен? Бүгін базар жоқ өзгеріп кетсің. Шаш қайда? Жүр, отыр. Басқа жерге әңгімелесейік. Секір кабриолетке. Теңізді сағын қап. Сен кеткелі мұнда біраз нәрсе өзгерді. Жағдайын жаман емес сияқты ғой. Шүкір ғой, родной. Емба? Сен 10 жылға қамап тастағаннан кейін кәдімгідей тупикке тірелімде қалдым. Білесің ба не етсің? Мұнда закон джунгли. Кім мықты? Кімде маневр бар, содан ғана қорқады. Қашан біреудің көтін айырасың, сосын ғана сен мойындап бастайды. Мен ұш, че там өзінде не план? Қайда орналастық? Білмеймін. Пока белгісіз. Батяның аңғарына барам. Ел қатарлы балық олайын ба деп тұр. Родной, может, мен қасыма келесің, а? Ақшасы жақсы. Жұмыста болады саған. Ұмыт кетпесең, біраз ат қолынан келетін еді ғой сен. 10 жыл жетеді. Ана жаққа қайтып барғым келмейді. Азат сенің қасында дейді ғой. Күл таныс тамырымды қосып, детдомнан әрең шығарып алып. Шығуын шығып алып, қуды емес пе? Болмайтын әдеттерді бастап. Азат менің де братишка. Көз алдымда жүрсін деп қасым алып алды. Қазір шүкір әйтеуір. Өз намын өзі тауып жүр. Братишкам болатын болса, браконьерлікке тартпас едің ғой. Ертең бірдеңе болса өзің жауап бересің бе?
Азатты қасыңа ертіп жүргеніңе рахмет деп айтамын десем сен. Просто уайымдаймын. Менің жолымды қайталамасыншы деймін. Сөйлесім өмен? Сөйлескен жоқ. Кездеспейді де ол. Может, мен сөйлесіп көрейін? Братаның шықты деп. Родной. Мынау саған находына кей. Керек емес. Қырсықпашы. Мен көмектеспегенде кім көмектеседі саған ақтауда? Алшы енді. Хотя бы қарызға деп алшы. Рахмет. Тура сол қалып не деген қырсықсың, 10 жыл зонада өзгертпеген ба сені? Сосын айтады. Егер мен іздеп жатсам, баяғы базарға барасың да, Қайрат аға қайда десем бәрі көрсетіп жүре саған. Қайрат ағасы несі? Бұл Ақтауға родной. Мұнда кімнің кім екенін бәрі біледі. Сен қыз қайда жүрсің, а? Не деген адамсыңдар, а? Енді 1000 рет есігін қаққан шығармын, ешкім ашқан жоқ. Не болды? Не болды дейді ғой, маған көргенсіз. Үй толған су. Не деген бәлесіңдер сендер? Айқайламаңызшы, төлеп берем бәрін. Төлеп берем дейді ғой, бет. Осында көршіге де жарымадық. Қандай адамдармен көрші болып отырмыз біз, а? Көргенсіз. Әні білдім не, сол баяқ сен папаң ғой сол. Ой, жатсыз. Сендердің кесірлерін үйін бәрі иістеніп кетті. Қарай алмайтын болсаң мына папаны, қасына адам алмайсың ба? Я болмаса тапсыр ана қарттар үйіне. Шаруаңыз болмасын папамда. Шаруаң болмасын дейді ғой. Олай болса қара онда. Мен қазір үстемнен заявление жазам сендер. Жазыңыз, төлейін деп айттым ғой, болды. Үйдің бәрі сасып кетті, иістеніп. Қазір барып жазам. Әбдің басыма шығып. Істегенсің. Көтер қолыңды. Көтер, шешем. Бір күн тыныш отырсаң болмай ма? Күні бойы қасыңда отырам ба? Енді не үшін мен сен үшін сөз естіп те жүрем? Кешірсің. Бол, айқайлама. Айқайлама, бол, кешірсің ба? Шаршап кетті, папа. Шаршап кетті. Қайрат кешікті о. Сөйлесіп отыр ма екен? Или? Қумашы. Жай ойын ғой. Балықта жоқ, қайықта жоқ дейсің ғой да? Мыжи бермеші, қойып берем сол қайығыңды. Азат, мына былықтың бәрі сен кесіріңнен басталды. Қайрат болмағанда тәубеңе давно келтіретін емес сені. Давай, ехлай, ба, қолынан келемін. Еші бол, басасы кішкене. Қалай болды, Қайреке? Оларға көрсетеміз. Кімнің күшік екен? Короче,
Олжекең базадан бригадасымен кетісімен. Олар қонаққа барамыз. Мен түсінбедім, Қайреке. Мына маңқа үшін соғыс ашасың ба? Бізде қандай сөз бар? Есіркеме жетімді, Ей! Мен тірі тұрғанда, малойды ешқайсың жетімдеуші болмаңдар, ұқтыңдар ма? И вообще, менің қасында ешқайсың жетің емессіңдер. Негізі, Азат дұрыс айтады. Олар кішкене есіріп кетті. Сәл орнына қою керек. Базаға барып дайындалыңдар. Қонаққа барамыз. Азат, сен қал. Әңгіме бар. Что там, братан? Ағаң түрмеден шықты. Қалай дедің? Нұрболды бүгін қаладан көрдім. Сенімен жолыққысы келеді. Алой. Сен де азамат болдың ғой. Несінші тие берсін Болат ағаның аңғарында бол. Не ғой, братан? Үй осы көрттағандай. Мақта бұдан ақтау алмайсың. Ажаққа бат білеген бар дегенде түсінесің ғой енді. Я түсінемін. Мына жерде 2 айға қалған өзіне. Все, братан. Все. Қоныс құтты olsun. Үшінші нөмір өсін. Хабарласарсың. Сотталған екенсің ғой. Не үшін отырдың? Оның не керек бар? Ереже солай. Лицензия кімге беретінін білу керек. Әсіресе сен сияқтыларға. Мен сияқтыларға. Мен өзімдікі өтеп шыққам, братан. Браконьер шығасың. Тек қағаз көріп, кімнен кім екен шешпей қойшеш. 96-шы бап па? Иә. Короче, мен саған көмектесе алмаймын.
Я біліп тұрым. Сразу айтпайсыңдар? Я түсініп тұрым енді бұл. Көзің жоқ па? Кешір. Папа, көзіңді аш, папа. Папа, өтінем, папа. Көзіңді аш, папа. Кешірші мені, папа. Тастамашы бізді, папа. Екеуің ана жаққа барыңдаршы. Сенімсің бе? Жақсы. Қалғанын өзім қатырам ғой. Ол жекеңді шақыра қойш, сөйлесу керек. Азат. Қалайсың? Өзгеріп кетіпсің. Мен сағынбадым міне. Дым болмағанда сөйлеспе. Мен бауырым әкеммен бірге өлген. Тура осы жерде. Азат, мен істемегенін білесің сен? Азат. Азат. Не ақ келін? Ачиш айтатын тезірек маған жұмыс істеу керек. Браконьерлік сенікі емес, Азат. Онда шатағым болмасын. Сені әкем мына қалпы... Айтпа әкем туралы! Айтпа! Әкем туралы қалай сөз айтасың сен, а? Жоқ, менің әкем жоқ! Жоқ! Шешем де жоқ мен.
Бәрі сенің кесірінен. Атсыш. Атсыш, не тұрсың? Не қарап тұрсың, атсайшы! Мына жерден атым. Мына жерден ат. Егер осылай атып, өлтіріп, мені кешірем десең ат. 650 күн сені ойладым, түсінесің бе? 10 жыл ғұмырымды босқа сарп ет. Қай бала өзінің туған әкесін өлтіреді, айтшы? Қай бала өзінің туған әкесін өлтіреді, неге маған сенбейсің? 650 күн мен сені ойладым. Кет бұл жерден. Кет! Азат. Мен сені сағындым ғой. Кешір. Кешір. Да. Я келем. Пап, бүгін тағы Гүлнар апаға апарамыз дейді. Білем, ұнамайды. Ну, басқа амал жоқ. Ну, зато тамақ береді сізге, телек қосып береді. Білесіз ғой, үйде қалдырып кете алмаймын. Пап, кешке алып кетем. Шаршатты осы машина. Хоп, ана жаққа барып келем, сен осында отыр. Шықпа. Мынаға керек десең сенен де менен де болса. Жалпы балықтың түсуі қайыққа емес, адамның несібесіне байланысты ғой. Қашан алып кетсең болады? Ертең кел. Мен мотор дайындап қояйын. Ой, не істеп жатырсың? Қайда мініп барасың, Тарт! Тарт дейін! Тарт дейін! Жоғап! Болды. Қарашеш, бөтен қайқы мінейін деп жүр. Сабыр сақты шеш болды ғой. Көріпсің ауыратын адам. Болды. Аға, қорқпаңыз, бәрі жақсы. Аға, қорқпаңыз. Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы ма? Айттым ғой, шықпа деп. Рахмет.
болды, қорықпа. Қасыңдамын. Жолда көлігім сынып қалған. Шықпай отыра тұр деп едім. Көмек керек па? Патрубка жарылып кеткен. Эстовайдың ішінде. Кейін ауыстыру керек. Су бар ма? Мен жартасының ар жағында ангарда жұмыс жасаймын. Механик болып. Көмек керек болса, келе бер. Трек бар ма? Сүрте берейін ме? Болды. Керек емес. Қоя бер. Өзіңді. Нұрбол. Рахмет. Вроде тыныш, иә? Но контрольін тексеру керек. Екеу, бір тексеріп келіңізші бар. Мен барайыншы, братан. Решение сен ба не қабылдайтын? Уверен? Уверен. Абайлап жүр, не май. Давай, лаваш екеуін көріп қайтыңдар. Опа, салам алейкум. Стёцик. Бензимоен. Давай істеп тастайықшы, братан, риза болсын. Көтіңді қыз бізге барып қарайтыңдар деп айтты ғой. Уайымдама шеше, кремда шамы болды ғой. Неғытсын зып қойсын сен. Қой шеше, родной, әкеш бері кремда шамы айттым ғой саған. Уайымдама шеше, тұрамда қалды. Давай мен осында қал. Все, еші. Давай. Анда малой бар деме. Тасқа қалды.
маңға. Мұнда не себерсің? Балық аулап жүр. Басқа жер таба алмадың ба? Мынау кім аумағы екен білесің ба? Білмейді екен. Қашаннан бері теңіз біреудің жеке меншігі болған. Теңіз әпшак. Наны қара. Біздің ауға түскен балықты таста да зыт бар. Мына балық өзімдікі. Просто сенің торына шатасып қойған ғой. Далбан, қында мені. Біздің торға түскен балықты теңізге тастайсың да зыт мына жерде. Зыт дедім мен саған! Чита. Жарайды. Балығыңды алда кете бер. Бірақ бұдан кейін бұл жерге келуші болма. Чита. Кет. Олар қалай біліп отыр біздің келетімізді, а? Біреу явын тоқылдап берді ғой, Сағи, а? Қайсың? Лаваш, сен қайда жүрсің айтпақшы? Братан, сен қасында бол деген жоқ па? Сосын, қалсам мен де ұстайтын едім. Сен не ашып кет? Мында кеш, күш! Басылық шықыпты, Малайды қалай құтқарамыз? Вариант бар ма? Тірі деп ойлайсың ба, братан, а? Теңізге давно лақтырып жіберген шығар уж. Нұрбол? Сен кімсің? Ассалаумағалейкум. Хабарлассам көтермейсің телефон. Сапар, сен болмағанда мына база бачыт болатын еді. Ана Қайраттың күшіктері келетінін қайдан білдің? Ол жерге, ана теңізге құлап тұрған адам көп нәрсені естиді ғой. Әне, мынаны бекер сабап тастағансыңдар ғой? Өлтіріп тастамағанымызға рахмет айт. Ол жеке, көрейік. Мынаны құтқарып алу үшін Қайрат неге дайын екен, а? Қайда барасың? Братишканы құтқаруға. Надо будет менттерге бара. Кумаш, родной. Не дейсің менттерге бар? Не, інім браконьер еді. Оны тағы да бір браконьерлер ұстап отыр дейсің бе? Мен саған айтайын. Ол жекең тірі тұрғанда менттер көтінде көтермейтін. Мен маған не істе дейсің? Сен сияқты безделі отырайын ба? Ешкім безделі отырған жоқ, барлығы сенің кесірінен кропа. Егер братишкама бірдеңе болатын болса, не бірдеңе болатын болса? А? Не істеп аласың оны? Алло. Я Волжике. Хорошо. Жүр. Қалайсыздар? Көп. Уақытқа қарадың ба? Ренжімеңізші, босамай кеттім. Көрдің бе, Талғат? Сенен көрі жұмысы маңызды оның. Қыз басымен не барды шеш? Елнар апа. Не апа? Алло. Хорошо.
Иә, қазір келем. Не, тағы да кетейін деп жатсың ба? Срочно шақырып жатыр. Басқадарының шаруасы жоқтай. Байғұс ағам-ай, сен ойлап жатқан ешкім жоқ. Шешесі жүрсанның тастап кеткен қызы мынау. Тастап кеткен жоқ, ажырасып. Не айырмашылығы бар? Ол кезде папам жағдайы бұндай болмаған еді. Не істесе де өзі біледі, ешкім ештеңе міндетті емес. Шешеңді осыншама жақтадың ғой, ұқсамасаң тумағыр. Ана шешесінен айнымай бара жатыр. Гүлнар апа, мен онымен салыстырмаңыз, сосын шешемде шаруаңыз болмасын. Немене қайда бар жатсың? Жұмысыңа бармақпысың? Асықпай тамағың ішіп алсын, тоқта. Пап. Баш. Бәрібір мен тыңдап жатқан ешкім жоқ. Шешесіне ұсақыр. Көкбет болып бара жатыр бар ғой. Не жерге отыра тұр? Аға, папам осында отыра тұрсыншы, Пап, мен қазір келем, далаға шықпай, тез келем. Жақсы, Сүйікті. Шақырдыңыз ба? Шақырдым. Танысып қой. Хандар, криминалдық полициядан. Сен туралы көп естідім. Теңізде сенен қорқынышты адам жоқ деп еді. Бірақ өмірде адам екенсің. Отыр. Малика, жақсы жаңалық. Ринаттың бұйрығымен саған уақытша қасыңа көмекші бекітілді. Мен көмекші емес техника сұрадым ғой. Техникаға рұқсат жоқ. Министрлікке бәрібір секілді. Қысқасы айтқанда, екеуің бір командадасыңдар. Көмек сұрадың, ішкі істерден. Көмек, міне. Ертеңнен бастап бірге жұмысқа кірісе берсеңдер болады. Мен саған жалғыз кел дегенім қайда? Саспашиш ол жеке. Бір адам қолы қорқпайды жүрсің. Мен саған ескерттім. Қартпашиши. Зетқа шақырдың. Сен менің базама шабуыл жасап жатқанда ештеңе жоғалтпадың ба? Жәнібек! Мына күшігіңді аман есен алып кеткің келсе, бір жетінің ішінде 50 кило уылдырып қоясың. Ауышайын депсің ол жеке. Қазір сезон емес қой. Ол сенің проблемаң. Әйтпесе біздің заңды білесің. Тоқта. Айтқанда сен тауып береміз. Сен кімсің енас? Нұрбол. Шиголдың ағасы. Біресе браконьердің ағасы. Біресе балықшысың, е? Сапар. Сен не жоғалттың мұнда? Өтірікшілерді суқаным сүймейді. Енді шарт өзгерді. Мына бауырыңды тірі көргің келсе, 50 кило емес, 100 кило алып келесің. Бір жеті уақыт. Чарит.
жүз килограмм экраны жинау оңай емес. Бірақ братишкам үшін надо будет теңізді төгеме көтеру. Келесі бөлімдерді Unico Play платформасынан көре аласыз. Миымда көптеген тау қапқан алыстан қаққан шырғанаттан там бір шірік қаңқыл қайтан болсаң дарып шашқан сен зат тұрсасын арқан алдыдан тапқан көзден аққан қайдан сөзі көмір жатқан сөз бола бір жалған жан жатып тұрсасын арқан